Менің ойым, біз Чиңжоуды аламыз десек, алсақ қайтеміз, ала алмасақ қайтеміз дегенді жақсырақ ойлануымыз керек. Дұрыс айтасың. Сабырлықпен ойласақ, ала алмайтын сияқтымыз. Чиңжоу олардың алдында тұрған майлы еді. Әуелі шепте болды. Енді оны оңайлықпен құса қояр деймісің? Ием, аузыма келген соң айта салайын. Қазіргі жағдайда Лю Бей арт-артынан 4 аймақты алып күшейіп алды. Арындап тұр. Біз әлсіреп олар күшейген кезде екі жағымыздың күшіміз деңгейлес келеді деуге болады. Менің ойымша, Чугуляң бізді соғысқа шыға қоймайды деп қарап, сондықтан Чиңжоуда жата береді. Чугуляң сайқал, ал Лю Бей жалтақ. Ем, мына алмағайып заманда сайқал жалтақ деуге болмайды. Тек күшті мен әлсіз ғана бар. Жеңген батыр, жеңілген қарақшы деген осы. Бұны мен де түсінем. Мені ашумен айтқан ғой. Сыжин, мен байламға келіп болдым. Чиңжоуды алмасақ болмайды. Ала алмасам да аттануым керек. Ашығын айтқанда, қайтарып алуға шамамыздың жетпейтіні анық болса да аттануымыз керек. Бұл біріншіден, біз қайтарып алуға аттансақ, Чиңжоудың біздік екенін, ал Лю Бейдің жол биік екенін түсіндіреді. Екіншіден, қайтарып алуға аттанбайтын болсақ, олар бізді қораштынады, Чиңжоуды өз жерім деп қарайтын болады. Үшіншіден, біз аламыз дегенде бермейтін болса, олардікі қисынсыз болады. Орай пысып жетілгенде қарулы күшпен қайтарып алатын боламыз. Ол кезде біздік әділ әрі қисынды болады. Жарайды. Айтқаныңыздың жөні бар. Мен Лючиде жоқтаған болып, Чиңжоуға барып келейін. Ием, Сыжин. Жаңчин, сен балеңде қосынға қолбасшылық жасап жатыр едің ғой. Мұнда не қып жүрсің? Ақырыңыз қару жарақ, азық-түлік алғалы келген. Бүгін Балинға қайтамын. Жүрерде өзіңізге сәлем бергелі келдім. Алдыңғы шепте жағдай қандай? Ием, расында ғажап. Осында келе жатқанда қарауылдағы жасақтарға жолықтым. Олардың айтуынша, Лю Бей әскери үшін Чиңжоуға топтап жатыр екен. Күшті жаудан қорғануға дайындалып жатқан сыңайлы. Чугуляң арасында дайындалып жатқан болды. Гуңжиннің денсаулығы қандай? Ол кісінің денсаулығы тым шіркін емес. Сен бері шыққанда ол қайда еді? Тай тұтық науқасын елемей, алдыңғы шепті көзден кешіруге кеткен. Сені сонда қару жарақты солықтауға жіберген болды ғой? Солай. Жапа шектің. Балинге дереу қайт. Мақұл, мен жүрейін. Сыжин, Гуңжин Лючидің көз жұмғанын естіп, қару жарағын толықтап, соғысқа дайындалып жатқан сияқты. Оның көздігіні Чиңжоу. Сен дереу аттанып алдымен Балинге барып, Чуйдың көңілін сұрап Лю Беймен айқасуын бөге. Сосын Лючиді жоқтап Чиңжоуды қайтарып алудың қамын жаса. Әміріңізге құлдық. Тай тұтық.
Жарақатыңыз асқынды ма? Асқынғаның не? Күн сайын жақсарып келеді. Тайтұтық, сіз бұл кітапты қайта-қайта оқығаныңызға жарты ай болды. Сонда бұл сірә кімнің кітабы болды? Сіз үшін сонша маңызды ма? Бұл Құламаның кітабы. Осыны оқығаннан кейін көз аям кең қалды. Қазір оның ойын ақыл айласын біліп алдым. Кім? Жоу Галиян. Ол менің ата жауым. Жауымды жеңем десең, алдымен оны ұстаз тұтуың керек. Оның ойына қанық болуың тиіс. Әйтпесе ол көзіңді жояды. Жеңжоу шайқасынан кейін мен бұрынғыдан да ғибрат алып, Жоу Галиянның әскери айласын қайта-қайта зерттедім. Оның өнөгөсінде, өлетін жерінде білдім. Ойында түсіндім. Мен оны әсте жеңбей қоймаймын. Тайтұтық данышпансыз ғой. Тайтұтық, Лусу мырза қайықпен жағаға шықты. Оны мен тағы шармай ақтасатын болдым ау. Тайтұтық, денсаулығыңызды сылтауратып жолықпай қойыңыз. Қайдан? Жолықпағанда былай қойып, алдынан шығамын. Тыңда. Егер Лусуға жолсыздық істейтін болсаңдар, менен жақсылық көрмейсіңдер. Әміріңізге құлдық. Күңжин. Затен, Леубейдан Жеңжуды қайтарып алғалы шыққан шығарсыз. Солай. Леучи көз жұмды. Леубеймен уәдеміз бар ғой. Леучидің көздері болса Жеңжуда тұра беруіне болады. Леучи көз жұмған екен, Жеңжуды қайтарып алуымыз керек. Ол Жоугулянның сылтауы ғана. Сеніңше, ит аузына ілінген сүйекті беруші ме еді? Тегін адам емессіз ау. Салған жерден байқақ қойдың. Алайда еміз шамамыз келмесе де қайтарып алуға ұмтыламыз деп бекінді. Жарайды, азаматсың. Қане, Күңжин, қалай шаяқ астынан Балиңнің алдыңғы шебіне келдіңіз? Қосынды тексеріп жүрмін. Барабан үнін естімесем, алағызып отыра алмайтын болдым. Расында солай ма? Жаңа ғана Жаңчинді жіберіп, 20 мың адамның қару-жарақ азық-түлігін алдыңыз ғой. Ием менен Жеңжуға шабуыл жасайды деп алаңдап отырған шығар. Солай ма? Күңжин, Жеңжуді я қайтарып алармыз, я қайтарып алмаспыз. Қалай болмасын Леубеймен соғысуға болмайды. Қалайша? Күңжин, Леубейдің Чаңшадағы 4 аймақты қаратып алғанын білесің. Қазір дәурендеп тұр. Ал біз Хэфейда ойсырай жеңілдік. Бас бітікшімізде қаза болды. Біз дамылдап олар жалындап тұрғанда, Сөншемен Леубейдің күші қарайлас деуге болады. Оның үстіне Жоугаляң Сығай қосындарының барлығын Жеңжуға жинады. Ол сақадай сайланып отыр деген сөз. Дұрыс айтасың. Алайда, дәл осы кезде Жоугаляңның не ойлап отырғанын білесің бе? Ашылап айт. Жоугаляң сенің ойыңды баяғыда біліп болған. Бізді соғыс алмайды деп отыр. Жоугаляң сау-сау болады екен. Шығыс уелі Сөншуан мен Леубейдің одақтастығын адырата алмайды. Ием екеуіңді Жеңжу үшін Леубеймен бет жыртыспайды деп отыр. Сондықтан сен Жеңжуға бекер бара жатырсың. Жоугаляң Жеңжуді бермейді. Дұрыс айтасың. Жоугаляңның ойының осы екенінде дау жоқ. Мұны сезгеніңе қол қоямын. Алайда Күңжин, шыныңды айтуыңа бола ма? Жеңжуға расында жорғыш жасайсың ба? Жатсам тұрсам болды. Ойымнан ешқашан шығып көрген жоқ. Лөймаң, Ганьең,
Жаңшындардың аты байлаулы, қаруы сайлаулы тұр. 3 айдан асты. Сардар сарбаздардың жігер тасқындап, Жеңжуға кеткен есесін қайтармақшы. Мен сенен несін жасырайын? Балеңнің 2 қанатынан жорғы жасау туралы әмір түсірдім. 30 мың жаяу жасақ, 50 мың су жасағы 2 жолмен аттанды. 3 күннен кейін Жеңжу қорғанның түбіне жетеді. Мұндай бейлігің жоқ. Тай тұтық екенімді ұмытып қалма. Алайда соғысымен арақайласу шешімін сен жасай алмайсың. Бұл үшін емізге бойсынуың керек. Есіңде болсын. Мен тай тұтықпын, бұрыннан дара шауып келемін. Кейде емдің сөзінде тыңдамаймын. Күңжин, сен... Зажен, мен Любимен соғыспаймын. Өйткені орай әлі пысып етілген жоқ. Күңжин, соғыспасаң, қалайша Жеңжуға қол аттандырасың. Жеңжуды ала алмайтыныңды біле тұрып, қалайша оны қайтарып алам дейсің? Күңжин, сен еліктір ойласын қолданбақсың ба? Дәл айтасың. Жоғалияң бізді бет бұра алмайды деп отыр. Мен қалың қолды аттандырып, өліспей, беріспейтін бейне байқатамын. Жоғалияңды адамға қызыл тілді безегеннен пайда жоқ. Сынаптай сырғайтын ол майда тіліңе мүлде көнбейді. Оған керегі қару жұмсау. Сен оған айта бар. Жеңжуді қайтарып бермесе, мен соғысудан тайынбаймын. Зажен, сен үшін осылай істедім. Тау сыртыңда қару көтеріп мен тұрсам, сен онымен қатаң тілдесіп Жеңжуді аламын деп айталасың. Солай де. Көмегіңе көптен көп рахмет. Әй. Оның үстіне жасақ жаттықтырғаныма талай болды. Бір тиісетін кезі келді. Айбат шегіп, Жеңжу жақтың аңысын байқайық. Ертеме кешпе Жеңжуда сайыс болады. Мана жорық жолым төбінде бір керекке жарайды. Солай. Зажен, осы сапарда Жеңжуді қайтарып ала алмағанын мен оларға түсіндіріп қой. Олар бізге қарыздар болды. Қарызды кешіктірген сайын қайтаратыны да көп болады. Жарайды. Күңжин, енді қайта бер. Мен де жолыма түсейін. Онда қайтесің? Күңжин, қарашы, бүгін айды түн қандай тамаша. Мен бүгін өзеннен өтіп, ертең Жеңжуға жетіп алайын. Неғып тез кететін болдың? Бүгінше ерулесең болмай ма? Сау бол. Зажик, мархабат.
Қанеки. Қанекей. Сажиң, тоғысым дүние салды. Түнделетіп көңіл айтып келгеніңізден ақ азаматтығыңызды көріп отырмын. Рахмет. Несін рахмет айтасыз? Хан ағасының мейір шапағатын алда тағы көре жатармын. Бір жұмысым бар еді. Хан ағасы, ақылыңызды айта отырсаңыз. Айта беріңіз. Хан ағасы, ханзаданың көзі жұмыса, Жиңжуды қайтарып беремін деген уәдеңіз бар еді. Міне ханзада бақилық болды. Хан ағасы, уәдеңізді орындайтын шығарсыз. Қашан қайтарасыздар? Бұл істі бір-екі күн қоя тұрсаңыз қайтеді. Кейін ақылдасайық. Кейін? Сонда кейін дегеніңіз қашан? Сізең, мұныңыз қисынсыз болды. Қаралы болып жасақ, көнесті қалайша ауызғаласыз? Өйткені, азалы күн адам өтірік айтпайды. Оның үстіне, ханзада Лючидің сүйегінің алдында көне істі айтсақ шынайы болатын сияқты. Сынық сүйем жердің барлығы патшаға тән. Қарайған халықтың барлығы патшаның жамағаты. Жиңжу кімдікі? Убектігіне тән бе әлде саусауға тән бе? Екеуіне де тән емес. Ол патша сарайынікі. Кезінде гау патша қабырғадан қан кешіп жүріп, ұлы хан патшалығын құрды. Қырсық шалғанда зымияндар билікке таласып, алдына төбе болды. Соның кесірінен Жиңжу саусаудың шеңгелінде кетті. Алайда қандай адам қандай тәсілмен емденсе де, ол Лю әулетінікі. Өйткені патшамыздың әулеті Лю. Менің ием Шаужың патшаның чөпчегі, Чоңшан Жиңваңнан кейінгі бүгінгі патшаның көкесі. Иемнің Жиңжу Шаңяң демденгені ата дәулетіне мұрагерлік еткені. Кішігірі мәнсәпті сіздің иеңіз өзеннің шығысын емденіп отыр. Соған қанағат қылмай, ұлы хан патшалығының топырағына ауыз салып, иеме иненің жасуындай жер бергісі жоқ. Сонда оста жөн болып па? Көңнен тіліңді беземе. Хан ағасын әділетшіл азамат. Уәдесін орындайтын шығар деп келіп отырмын. Оның үстіне, кезінде хан ағасымен уәделескенде, өзіңде бар едің ғой. Сонда хан ағасы бүгін уәдесінен тайған болды ма? Зіжең, сіз көпті көрген адамсыз. Менің иемнің Шижуды 3 рет бергенін естіген боларсыз. Ием тегіннен әділетті жақтайтын азамат. Солай болған екен, бүгін де, бұдан кейін де солай бола береді. Бұл кісі әділетті жанынан арман қастерлейді. Ием Жиңжуды алған соң шығыс убектігінің балағатына ұшырады. Сонда қарық болып отыр ма? Жырғап жүрген жоқ. Алайда сонда да шыдады. Не үшін? Өйткені бұл кісінің көкейінде әділеттен де өз жанында маңызды нәрсе бар. Қандай нәрсе? Хан патшалығын қайта гүлдендіру. Хан патшалығын гүлдендіруді айтатын, мынау қай заман деп, хан ағасын сайқы мазақ қылатында шығарсыз. Алайда хан ағасы қалайда қан тегін. Ұлы хан патшалығы барлық адамның есінен көтерілсе де хан ағасының есінен кетпейді. Бүгінгі таңда көктің ұлы саусаудың қыспағында қалды. Қорлықпен күн өткізуде. Осының барлығы хан ағасының жүрегін қанжардай тілгілейді. Хан ағасы қамықпаңыз. Хан ағасының адал жан екенін тегіннен білемін. Зіжең, сен екеумізде хан патшалығының вәзіріміз. Екеумізде ата-бабамыздан осы хан патшалығының тарысын түйіп талқан жек білеміз. Оның вәзірі болмасақ та қалқымыз. Алайда Жуй тегін ұмытты, істің жөнін білмеді. Сіз істің жөнін білетін адамсыз. Ойлаңызшы,
Ханағасының табан тірер тиянақты жер болмаса, хан патшалығын қайтып гүлдендіреді. Патшаны тозақтан қайтып құтқарады. Сау-саудай кезеппен қайтып қарсыласады. Дұрыс айтасың. Менің білуімше, Сау-сау опасыз жан екен. Қарағалықтың қамын жесең, сөзсіз сөзіңде тұруың керек. Оның үстіне ханағасы хан патшалығын орнына қайта тұрғызамын десе, өз күшіне ғана сүйенгенмен бола қоймас. Жауап берші, мүбәда менің жемнің көмегі болмаса, сіздер бүгінгідей гүлден алар ма едіңіздер? Сөзіңіздің жаны бар. Сіз адал адамсыз. Оубек екеуміздің бірлесіп сау-сауға қарсы аттануымыздағы еңбектің жартысын сіздің көрегендігіңізге жазсақ болады. Ханағасы, құмалағымды 9-дан қойдыңыз ғой. Расын айтқанда, 2 жылдан бері Сүнчан мен Люби қол ұстасқан жағдайды сақтауға бар күшімді салып белемін. Осы мақсатқа жету үшін өз ем ақыл айтып, сіздерге жол бергенбіз. Алайда мұның да шегі болатын шығар. Астамдық жасады демеңіздер. Ханағасы уәдесінен тайып, Чинжуды уысымнан шығармаймын десе, бұған менің ем шыдағанымен басқа біреулердің шыдап отыра алмайтын түрі бар. Ол кім? Шығыс Оубектігінің әскери билігін ұстаған тай тұтық Жоуи. Жоуи қолаттандырмақшы ма? Жарасы жазылмаса да шарқаялығын қоймаған болды ғой. Оның мінезін білсең болды. Солай, Чинжу шайқасында ол құсаланып қан құсты. Алайда, орайы келгенде, ол кегімді қайтарамын. Немесе намысымды жібермей, есемді аламын десе, менің емде тосалмауы мүмкін. Алдыңғы күні ол 30 мың жаяу жасақ, 50 мың су жасағын шығысқа аттандырды. Мұны қарауылдағы жасақтарыңыз байқаған шығар. Көрім болғанда ем шұғыл шешім жасап, оның әскери билігін қайтарып алды. Жаяу су жасақтарына өз орындарынан табжылмау туралы әмір түсірді. Ханағасы, адамды ақымақ қылуға болмайды. Тым асырып жіберсеңіз, өзеннің шығысындағы сардар сарбаздар басым бәйтік кел отыр. Жарайды. Сіз бүгін жүрек сөзіңізді ашық айттыңыз. Сіздің ойыңызша Чинжудың ісін қайтып шешсек болады. Бұл әсілі мен сұрайтын сұрау ғой. Ендеше ханағасы, Чинжудың ісін сіз қайтып шешсек дейсіз. Цзинь, былай болса қайтеді. Чинжу сіздердікі. Біз уақытша осында табан тірей тұрайық. Бүгін ем қолынан құжат берсін. Біз басқа дон аймақталған соң Чинжуды қайтарып берейік. Қай жерді алмақсыздар? Батыс Сычуандағы Лиужан дәрменсіздік істеп отыр. Ем батыс Сычуанға шабуыл жасамақшы. Сон алған соң Чинжуды қайтарып берейік. Ол да болады. Құжат жазып берсеңіздер, еме бетім жарық болып барамын ғой. Ем мақұл болама болмайма, бұған бірдеңе дей алмаймын. Ханағасы, Күңмен екеуіңізде қолдарыңызды қойып, бармақтарыңызды басып беріңіздер. Жарайды. Күңмен, шығарып салғаныңа рахмет. Енді қайта бер. Цзинь, қазіргідей жағдайда кейбір істерді емізге айта алмаймыз.
Алайда екеуміз күні таныспыз. Бір-бірімізге төтесін айтуымызға бола береді. Солай шығар. Солай. Саусаудың көзі тірі болады екен. Сөнлеу одақтастығын үзбеу керек. Бір-бірімізге қол аттандырсақ, аспан асты саусаудікі болады. Дәл айттым. Қайтып барған соң, еңізге иемнің жақсы сөзін айтыңыз. Қазірше Жиңжуға табан тірей тұрайық. Бір-бірімізге қару жұмсамайық. Мүбәдә, ием құптамасашы. Онда бізді қонысымыздан қуған болады. Қонысыда қалмаған адам шығыс субектігімен айқасып, қонысын қорғайды. Басқалардың шырқын бұзуына қарап тұра алмайды. Өзеннің шығысындағы 81 ауданның шырқы сонда бұзылады. Күңнен, мен де бір сөзді айтып қояйын. Есіңде болсын. Айтыңыз. Сендер батыс Сычуандала салып, Жиңжуды қайтарып беріңдер. Болмаса, ем қол аттандырмай қоймайды. Сонда, сендер табан тірер жер тұрмақ, кірерге тесік таба алмай қалып жүрмеңдер. Бұл жағын ойламасаңдар да болмайды. Есіме берік сақтадым. Сау бол. Задяң, не деген ақымақсың? Жоғылияң батыс Сычуанды алған соң Жиңжуды қайтарамын депті. Батыс Сычуанды қашан алатынын қайдан білесің? 10 жылда алмаса Жиңжуды 10 жылда қайтармайды деген сөз. Сонда мына құжаттың не құны қалды? Құжаттың пайдасы бар. Күңжин, ойламайсың ба? Бұрын Любей Жиңжу патша ордасынікі, Лючидікі деп жазбаған. Қазір Жиңжудың біздікі екенін мойындады. Оған қарызға берген болдық. Менің шамамның келгені осы болды. Бұл сапар саған оңай болған жоқ. Чайсаң да бірнеше күн демалып алып қайтты. Екеуміз бір арақ ішпегелі қанша күн болды. Кезігуіміз де оңай емес. Бүгін бір сылқия тартпаймыз ба? Қалай? Жарайды. Сау-сау кезеп болғанымен, оның бір сөзіне қол қоямын. Қайсы сөз? Шарап ішіп шалқып қал. Енді қанша өмір бар. Бүгін түнде жата жастана әдемелеп отырып сырласақ қалай? Жарайды. Кел. Қане. Жақсырақ екен, жақсырақ. Заден, есіңде ме? Жаңа қол бастап жүрген кезімде ой сұрай жеңіліп, ажал аузынан құтылып сарайыңа бардым. Нәр татпағаныма 3 күн болды. Сенен 2 пұт күріш алуға бардым. Сен чіреген бай едің. Үйіңде 2 ұра астық бар екен. Сен бір ұраны көрсетіп, ала беріңдер деп айттың. Тәңірім-ау, сол ұрада 30 мың ағаш астық бар екен емес пе? Қанша адамды ажал аузынан алып қалады деш. Ол кезде астығың болса жасақ табушы еді. Мен сол астықпен 3000 әскер қабылдадым. Күңжин, сол күні менің сарайыма келгеніңде, сенің болашақта мықты самғын боларыңды білген едім.
Ел доңа баспанасын тыныштандыратыныма сенуші едім. Бірақ ойламаған жерден Жугулянға жолығамын деп кім ойлаған? Ол менің қас жауым. Күңжин, Жугулянға тіс тырнағыңмен өшсің ау деймін. Былайша айтайыншы. Жер бетінде біреуді жек көрсем, сау-сауды емес. Жугулянды жек көрем. Bir адамды құрметтесем, сау-сауды емес. Жугулянды құрметтеймін. Ол екеуміз. Bir zamanda tумасақ болушы еді. Ем, Қан ханым қайтыс болды. Тайтұтық хабар алдық. Жеңжудың алайында азат өлініп, қаралық тағылды. Любейдің ханымы қайтыс болыпты. Білдім, кете бер. Ләппай. Күңжин, саған не болды? Мен бір айлық ойлап таптым. Осы айда мен Любейді ұстап, Жеңжуды қайтарып аламын. Оға? Қане айтшы? Любей бәйбішесінен айырылған соң төсек жаңғыртады. Иеміздің балағатқа толған қарындасы бар. Иемізге қарындасыңызды Любейге беремін деп шақырыңыз дейік. Ол келісімен барымтаға ұстаймыз да, Жугулянға Жеңжуды қайтар дейміз. Бұл болмас бекен. Любей көнбейт деп отырсың ба? Ол шығыс су бектігімен қайсем құдаласамын деп әрең отыр. Мәселе Любейде емес. Онда кімде? Сүн бәйбішеде. Любей бикештен 30 жас өлген. Бәйбіше көне қояр ма? Бекер алаң баласың. Ол кісіге сездірудің қажеті жоқ. Өйткені қыз бермейміз. Осыны шырқ етіп, Любейді тұзаққа түсіреміз.
Онда үйімізге қайтып айтамыз. Бұны мен айтайын. Егер сөнлеу шаңырақтары құдандалы болып, сау-сауға бірге аттанса, көрмақ болар еді. Бірақ Любей жер ортаға келген адам. Ал мынау менің жалғыз қарындасым. Анам алақанындағы алтын қапалайды. Сонда анам оны қияды ғой деймісің? Тік айтса ол кісі құптамайды. Жуйдың ойы. Бәйбешеге айтпай, осыны қармақ етіп, Любейді тұзаққа түсіріп, Жеңжуды қайтарып алсақ дейді. Зыжең, сенің ойыңша? Сынап көрсек болады. Арт соғысқа айланып кетпей ме? Любей тұзаққа түссе, барымта болады. Любей қолымызда тұрса, Гуанжи, Жаңфей, Чугілеңдер құлашын жазып қимылдай алмайды. Қайтып қару жұмсасын. Ем, Убектігінің балиңдегі қолы шегінді. Қарауылдар олардың ошағын санап еді, 4000-нан астам екен. Сонда Жуйдың 80 000-нан астам жасағы бар деген сөз. 80 000? Оған өзінің шығысындағы жасақты қоссақ, Убектігінің әскері 120 000-нан асады екен. Ием, шығыс Убектігінен елші келді. Сарайдың сыртында қабылдауыңызды күтіп тұр. Шай дайындап қонақты қарсы ал. Ләтбай. Менше олар тағы да Жеңжудың ісіне бола келді. Сонда Жеңжуда тұруымызды құптамады ма? Бірдеңе деу қиын. Былай болсын ем. Ол не десе де, сіз мақұл болыңыз, онымен керіспеңіз. Сосын қоналқыға апарып қондырыңыз. Амалын өзім табам. Лей мырза, бектеріңіз Жеңжудың жұмысына қалай қарады? Бәт қанағасы, Жеңжудың жұмысын ием құптады. Батыс Сычуанды алған соң сөз қайтарып берсін, уәдесінен қайтпасын деді. Убегіне рахмет. Алайда бұл жолы басқа жұмыспен келдім. Айта беріңіз. Хан ағасы қосағынан айырылды дегенді естіп, сізге арнайы қалындық таныстырғалы келдім. Қандай ойыңыз бар? Мен ұшарымды жел, қонарымды сай білетін адамман. Марқұм әйелім артымнан салпақтап жүріп көз жұмды. Бұл жақсылықтың нышаны емес, тағы біреудің обалына қала алмаймын. Әйел жоқ еркек, арқалық жоқ үймен тең дейді. Хан ағасы, заманымыздың батырсыз. Жер ортасына келгенде жалғыз жүрсеңіз жолға сыймас. Иеміздің ақылына көркі сай бір қарындасы бар еді. Сіздің ғана теңіңіз. Егер екі шаңырақ тату сарсүйек құда болсаңыздар, қарақшы сау-саудың оңтүстікке қарауға да дәті шыдамас еді. Мына шай не деген ыстық еді. Лей мырза, бұл тым тосын сезілді. Мен орта жасқа келген адаммын. Самайым ақ кірді. Ал бектің қарындасы үлпілдеген жас екен. Оның теңі бола алам ба? Бектің қарындасы заты әйел болғанымен, мұраты еркекке бергісіз. Оның әлемге аты шыққан ер болмаса, басқа ешкімге бармаймын деген сөз бар.
сіздің атақ даңқыңыз жер жарады. Саңлаққа тұлпар деген осы. Бірнеше жастың ары берісі қайтеді ғой дейсіз. Лүй мырза, сонда Бегінің ойы да осы ма? Дәл солай. Емнің бұлай істегені хан ағасы өзіңізбен тізе қосып, сау-сауға қарсы аттануға беккеннің белгісі ғой. Бұл іс сізге де, елге де пайдалы. Жақсырақ ойланыңыз. Жарайды. Өте жақсы. Ол Бегінің көңіліне көп рахмет. Бұлай болсын, сіз қоналқыға барып демалып алыңыз. Жауабын мен ертең берейін. Бола ма? Сүңген, қонақты жақсы күтіңдер.